Сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай? Балықтар белгісіндегі жандарға да келіп жеттік. 28 қараша мен 4 желтоқсан аралығына апталық болжам. Аптаға маңызды әсер беретін жағдай балықтарда. Тройка чаш және девятка жезл. Бұл апта сіздер үшін бір жұмысқа өте толы, қарбалас, ары-бері шауып жүгіру, жұмысыңыз көп болатын сияқты, жұмыстан шаршап, кішкене физически өзіңізді шаршаңқы сезінуіңіз мүмкін. Сондықтан бүгінгі жұмысты ертеңге қалдыруға тырыспаңыз. Тройка чаш әрине жұмыспен қатар қыдыру құрбыларыңызбен, дем алу, жақындарыңызбен, коллективпен демалу ма, бір қыдыру демалу бар. Қонақ шақыруыңыз мүмкін, қонаққа баруыңыз мүмкін, және де қыдырып жұмыс пен қыдыруды бірге алып жүріп, өздеріңізді шаршатасыздар. Аптаның басында орын алатын жағдай бізде четверка пентакль және туз жезл. Бастаған ісіңізді соңына дейін жеткізуге тырысқаныңыз үшін, қандай да болмасын бір аптаның басында бір жұмыс алып бастайсыз. Және де бұл бастайын деп отырған жұмысыңызға кішкене біраз қаржы салуға тура келеді. Сондықтан бар қаржыңызды қалтаңызға басып алып отыруға болмайды. Жаңағы өзіңіздің идеяңыз, бастайын деп отырған ісіңізге бір шама қаржы салу керек. Оны ұмытпағаныңыз үшін. Немесе депозит ашайын деп отырсаңыз, ипотека ақша салайын деп отырсаңыз, осы аптаның басында бастап жасағаныңыз жөн. Аптаның ортасында орын алатын жағдай восьмерка жезл, семерка жезл. Аптаның ортасында жұмыс өте көп болады. Қыдыруға, демалуға да уақыт аз. Сондықтан күнделікті жұмысты күнде жасағаныңыз жөн, бүгінгі жұмысты ертеңге қалдырмағаныңыз жөн. Енді шаршасаңыз да, бірақ бұл жұмыстан алатын результат өте жақсы болмақ. Сондықтан жаңағы жұмыс жасау керек және жұмыс жасау керек сіздерге. Аптаның аяғы шестерка мечи, пятерка мечи, кішкене шаршайсыздар, өздеріңізді босату, және де бір жол жүруіңіз мүмкін, немесе бір адамнан алыстауыңыз мүмкін. Яғни командировкамен басқа жаққа кетесіз, не болмаса қарым қатынасты үзуіңіз мүмкін. Отношенияны. Шестерка мечи бұл бір адаммен отношенияны үзу, қоштасу, жіберу ол адамды. Ол жақыныңыз болуы мүмкін, ол құрбыңыз болуы мүмкін. Яғни ренжісіп қалуыңыз мүмкін, не болмаса ол адам басқа қалаға, басқа жерге көшуі мүмкін, немесе сіз көшуіңіз мүмкін. Не болмаса бір аптаға сіз мысалы семьяңыздан бөлек басқа жаққа жұмыс бабымен кетуіңіз мүмкін. Яғни екінші шартыңызбен біраз уақыт семьяңыздан бөлек тұрасыз деген сөз. Пятерка мечи көп ешкімге сенбегеніңіз жөн, себебі аптаның аяғында сатқындық, сеніп жүрген адамыңыз үмітіңізді ақтамауы мүмкін, кішкене кризисный карталардың бірі, сондықтан біреуге жауапкершілік артып, біреуге сеніп қалмағаныңыз жөн. Пятерка чаш, жаңағы бір бастаған ісіңіз дұрыс болмай жатса, немесе екінші шартыңызбен отношение дұрыс болмай жатса, қолды бір сілтеп кетіп қалуға болмайды. Даже басқа қалаға, басқа жерге жұмыс ауыстыру ойыңызда, ниетіңізде болса, жаңағы мысалы қолыңыздан келмей жатса, бір іс тастап кетуге болмайды. Әлі де сізде возможность, әлі де мүмкіндік бар. Бұл жаңа бастаған ісіңізді түзетуге, жөндеуге, отношения түзеуге деген сияқты. Сондықтан
қолды бір сілтеп кетіп қалмаңыз. Бастаған істі соңына дейін жеткізуге тырысыңыз. Әлі де мүмкіндік бар екендігін ұмытпаңыз. 100%-дың бір 40-35% сізде мүмкіндік бар. Сондықтан ол аз да болса сізге мүмкіндік. Сондықтан жібермеген дұрыс бұл мүмкіндікті. Балықтар, апталарыңызға сәттілік, жақсы демалыңыздар, сау болыңыздар. Келесі аптада аман есен жүздескенше.